Hayırlı gün, hürmetli көрерmендер және әріптестер. Жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Кәсіптеріңіз Алла береке берсін. Бүгін айтайын деп жатқанымыз, мынау артымызда тұрған қазіргі малдың қиыннан шыққан органикалық тыңайтқыш. Біздің айтып жүргеніміз биогумус. Осыларды қаптап, електен өткізіп, осылар қап-қара күйіне кептіріп, қапқа салып жатыр. 40 литрлік, 50 литрлік. Міне андай жинап алып келеміз. Бұрттан шыққандарын осылай төгіп, кесектерін майдалап, дымқыл болса кептіріп, мұсырын ар жаққа лақтырып, арасына тас болады енді майда шүйде. Соларды мына жақта да жатыр. Міне кәдімгі малдың қиыннан шыққан, астынан қиыннан шыққан, міне осыларды кептіріп қаптайтын боламыз. Құрғақ күйінде. Міне Құдай қаласа 5 куб, 6 куб дайын болады қапталғандары. Бізге желдің тұрған ыңғайлы отыр болсын кептіргенге. Қазірде енді біраз күн жел тұрып, егін егетін адамдарға біраз кедергі болды. Енді күн жылыса, Құдай қаласа осы органикалық пайдаланып, көптеген адамдар өз өнімдерін егіп, мол өнім алса деп тілейміз. Бұл таза табиғи органикалық тыңайтқыш. Алыңыздар, өздеріңіз жоқ дегенде бау-бақшаға, үйде гүлдерге салып, эксперимент ретінде көрсеңіздер болады. Бұл эксперименттен өтіп дәлелденіп қойған нәрсе. Химиялық құрамында барлығы бар. Азот, фосфор, кальций, қажет нәрсенің бәрі. Сол үшін пайдаланып көріңіздер. Болмаса, осы кәсіппен айналыссам десеңіздер, бізбен бірге байланыста болыңыздар.